Қайырлы күн, құрметті көрермендерім, сіздермен бірге Жазира. Бүгін 2 кабачки, 2 картоп, 2 сәбізден запеканка пісіретін боламыз. Барлығын жуып тазалап алғаннан кейін майда үккіштен өткізіп аламыз. Мінекей, бірінші кабачкиді өткізіп алдым. Енді оны жақсылап араластырып, суын сырғып қоямыз суын. Мінекей, енді сәбізді де майда теркіден өткізіп аламыз. Бұл запеканканың дәмі өте керемет болып ұнады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де фарш қосуға да болады. Мен фаршсыз жасадым. Мінекей, кабачкидің суын бөлек құйып алдым. Енді сәбіз бен картопты қосып және тұз қосып жақсылап араластыратын боламын. Мінекей, үшеуін салып алдық. Енді менде 2 ас қасық тұз салдым. Және өздеріңізге ұнаған приправаны салсаңыздар болады. Достар, каналға жазылып, видео ұнаса лайк басып кетіңіздер. Ол мен үшін өте үлкен қуаныш. Сіздерге бір сәт. Мінекей, жақсылап араластырып аламыз ылғай қолмен. Сосын мен 2 жұмыртқа мен 1 зуб чеснокты жақсылап майдалап араластырдым. Видеосы түспей қалды. Мінекей, осындай масса пайда болады. Енді осыны үйдегі қандай форма бар, соған салып, қызып тұрған духовкаде 45 минуттай қойып пісіріп алатын боламыз. Мінекей, запеканкамыз дайын. Енді дәмін жеп көретін боламыз. Бұның бетіне сметана жағып, соустар салып жесе де болады. Мінекей, осындай керемет дәмді болып пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер.